Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым. Өте ауыр жағдай, өте қасіретті жағдай баршаларыңызға белгілі болғанындай. Міне, дәл қазір Қазақстанда 20 қарашаның түні. Өкінішті, бірақ бұлай боларын 99-да 99 жұрттың бәрі күні бұрын біліп қойған оқиға. Біздің ғасырлар бойы орыс бодандығынан құтылмаған қазағымыздың басындағы тағы бір қасіретті күн, тағы бір қасіретті дата. Қазақтың бақытсыздығының белгісі болып, қазақтың сорлылығының белгісі болып, қазақтың әлі де бодандықта жатқандығының белгісі болып, бұл 20 қараша және Тоқаев өткізген бұл кезектен тыс сайлау, ұстазы Назарбаевтың көрсеткен үлгісі, көрсеткен жолы бойынша өткен бұл заңсыз сайлау, біздің әлі де бодандықта, құлдықта екеніміздің тарихи таңбасы болып мәңгіге қалды. Мәңгіге қалды. Бұл тарихқа енеді. Бұл тарихқа енеді. Қазақ халқы бұл күйінде мәңгі бақи құл болып қала бермейді. Қазақ халқы бір күні азаттыққа шығады. Мәселе осы азаттыққа қашан шығатынымызда. Азаттыққа шығатындығымыз анық. Шынайы тәуелсіздікті қолға алатынымыз анық. Орыстан, Қытайдан құтылатынымыз анық. Бірақ мәселе соған қашан жетеміз және қалай жетеміз. Себебі ешқандай диктатор мәңгілік емес. Ешқандай диктатор. Назарбаев та және оның әулеті де тасталқан болғаны сияқты, Назарбаевтың қолдан шаншып кеткен қуыршағы да, Путиннің шаншып кеткен қуыршағы да болып отырған Тоқаев та мәңгілік емес. Енді өте ауыр. Сөздің шыны жүрек ауырады. Көңіл күй құрыған, жүрек ауырған, не айтарымды да білмеймін. Тіпті бүгін тікелей эфирге шығамын, шықпаймын деп отырдым. Бірақ жұртқа бірден айту керек. Қазаққа бірден айту керек. Сол үшін шықтық. Жан-жақтан хабарласқан елде қисап жоқ. 20 қараша Әбілязовпенен барлық Меңдіғазиев халықты жалпы беттік ереуілге шақырды. Олар маған да үндеу тастады. Мен жауабымды бердім. Себебі халық ереуілге дайын емес дедім. Барлық пен Әбілязов қазақ халқының жағдайын менен артық білмесе кем білмейді. Бірақ үміт. Олар қазақтан үміттенді. Өзінің басындағы осы қорлықты біз сезінгендей сезінеді деп білді. Бірақ ол үміт орындалған жоқ. Қазақ халқы әлі құлдықта жатыр. Сананың құлдығы. Бұл ешкімнің кінәсі емес. Бұл қазақ халқының әлі құлдықта жатқандығының белгісі. Оған қазақ халқы ғана жауапты. Сосын мына жерде жұрттың көп сөзіне жауап бере кетелік. Алматыда да, Астанада да ереуілге ешкім шыға алған жоқ. Шынайы, нағыз, таза белсенділерді, анау титушкалар емес, өтірік титушкалар, үйінен шығармай киімді күні бұрын ұстап кетті. Ал одан екінші категориядағы қауіптілеу дегендерін есігінің алдында 10 шақты жігіттен күзетіп отырды. Әйелдерді 3-4 жігіт, еркектерді 10 шақты жігіттен күзетіп отырды. 3-4 көліктен келіп, есігінің алдарын торуылдап отырды. Ал осыдан 3-4 күн бұрын ұлттық қауіпсіздік комитеті міне қару тауып алдық, анау тауып алдық, пышақ тауып алдық, жаңағы аң мылтығын тауып алдық. Сөйтіп сайлау күні ереуіл емес, бүлік өткізетін болды, бүлік жасайтын болды. Сөйтіп билікті заңсыз қарулы түрде басып алатын болды деп бір топ белсендіні ұстады. Қысқасы үрей, кәдімгі үрей. Мынау
Американың, Еуропаның, Жапонияның, Оңтүстік Кореяның, Тайванның, Сингапурдың, Еуропадағы барлық ана біз атын атайтын атамайтын елдердің бәрінің сайлауын қара. Еуропа, тұтас Еуропаны қара. Оның ішінде күні кеше Советтің бодандығынан шыққан шығыс Еуропаны қара. Сөйтіп үйінен қару тауып алып, қырғында жойқын болып, бүкіл қалаларды құрсаулап, бүкіл негізгі қалаларды әскери жағдайға енгізіп өткізген сайлау көрдіңіздер ме? Жоқ. Яғни Назарбаев та Тоқаев та қорқып отыр, үрейленіп отыр, шошып отыр. Өздерінің заңсыз екендіктерін, өздерінің қазаққа ұнамайтындығын әбден біледі. Ал елдің президенті халқымен кездесіп жүр. Мысалы, Американың бұрынғы президенті Трамп міне Майамиге барып, жаңбырдың астында 2 сағат, 70-тен асқан шал жаңбырлатып тұрып 2 сағат сөйледі. Не оны барып бір көмекшісі біреу барып қолшатыр ұстаған жоқ. Астындағы жұрт ол да ешкім ойбай жаңбыр жауды деп безген жоқ. Телефондарына дейін су өтіп кетті. Телефон күйді деген сөз. Бәрі жаңбырдың астында тұрып тыңдап тұр. Неге? Құрмет анауда сенімді халқына. Болмаса қару жарағы көп, кәдімгі жай қарулар түгілі үлкен қаруларды да ұстайтын Америкада біреуге батып кетпей ме? Жоқ. Ал біздің мына сұмырайлардың істеп жатқан бұл сұмдығы анығында таза билікті заңсыз басып алды. Нағыз бандиттік режим, нағыз ұры деген осы Назарбаев Тоқаев. Нағыз бандит деген Назарбаев Тоқаев. Нағыз мафия Назарбаев Тоқаев. Ол халықтан қорқып отыр. Себебі өздерінің халық ұнамайтынын біледі. Қара, бүкіл елдің, Англияның премьер кәдімгідей халықпен ашық кездеседі. Бүкіл ел, шіркеу бар, басқа жері бар. Кездеседі. Бірақ бұлар кездесе алмайды. Жай бір орталық Азиядағы қарапайым бір мемлекеттің басшылары. Неге? Халықтың сайлаған адамдар емес. Заңсыз сұмырайлар. Кәдімгі билікті басып алған сұмырайлар. Өте өкінішті, өте жүрек ауыртады. Сөздің шыны сөйлегім жоқ. Енді көп жұрт айтады. Кеше ана орманның ішінде паркте отырып сөйлеген лекциямда жеткіздім. Сендер, Аппасия біріксеңдер, битпейтін еді дейді. Оттаған сөз. Аппасия берекесіз дегенде биліктің титушкалары айтады көбінесе. Екіншісі саяси сауатсыздар айтады. Аппасия бірігуге міндетті емес. Американың биліктен шеттетілген партиялары Аппасия болады. Билікке келгенде билеуші партия болады. Қалай шеттетіледі Аппасия болады? Оның бәрі бірігіп тұрған жоқ. Францияда да солай, Англияда да солай, Германияда да солай. Аппасия берекесіз, Аппасия бірмен-бір бірікпейді дегенде биліктің титушкалар айтады, не саяси сауатсыздар айтады. Оны кеше жауап беріп қойдым. Бұл бір. Екіншісі, билік қолдан өтірік Аппасия жасады. Ол өтірік Аппасиясы 3-4 категорияға бөлінеді. Бірі парламентте отырған, анау Ұйғыр Азат Перуашевтың партиясы, қазір оның депутаты болып Қазыбек Иса отыр. Олар өздерін Аппасиямыз дейді. Бірақ Назарбаевтың майлығы да, сулығы да сол. Бәтіңкесін сүртетін тряпкісі де, туалетін сүртетін тряпкісі де сол. Қазыбек Иса. Ол алдындағы анау тағы бірі 30 жыл сүйреп қаңғырлатып қазақтың басын аштқан, ешқашан шешілмейтін және тынбайтын қазақ тілі тақырыбын мұра қалды. Ана бір кәрит алжығанда, мына бір жас итті Назарбаев, қазақ тілі деген тулақты сен қаңғырлатып, қазақ ұлтшылдарының басын қатырып, алдайтын алдап, сулайтынын сулап тұр деп тістетіп қоя берді. Бұл бірінші Аппасия. Екінші Аппасия. Тоқаев сайлаған мынау алтау. Тоқаевпен бірге бәсекеге түсетін мына бесеуі. Олар өздерінше біз Аппасиямыз деп жүр. Үшіншісі, ана Әлтайы бар, Сәлтайы бар жаңағы. Әскери киім киіп алып, тәкбір айтып Астананың көшесінде жүретін аталмыш сұмырайлар. Сен кез келген бір ауылдан келе қалған бір жігіт Астананың көшесінде жай өзің жиналмай, әскери киім кимей, тәкбір айтып көрші, Оқабис деген баппенен 30 жылға сотталып кетесің.
Оқабист атанып кетесің. Оқабистің ең үлкен көкелері төрде отыр. Бүкіл ақшаны ұстап, банкты ұстап, Қазақтелекомды ұстап. Бірақ жай ауылдағы жігіттерді бітті оқабист деп соттай салды. Ол бір жақсы атау болды. Жұрттың бәрін, молдалар бірін-бірі мүйіздегенде керек болады. Ауылдың жаңағы ешкім әкесі көкесі жоқ, тіреуші жоқтарды соттауға керек болатын бір сондай жақсы нәрсе болды. Баяғыда Жапонның шпионы бітті деп соттай салады, алаш арыстарын атқан сияқты болды. Міне қазір бір 3-4 сектаны қолдан шығарып қойды. Хизбут Тахрир бар, жаңағы несі бар, анау таблиғи бар, анау мынау, соларды жаңағы экстремистік жаңағы ұйымдар, секталар деп қойды, бітті болды. Сонымен айту, дінге қатысы бар адамның бәрін соған айтап соттай береді. Ол сен соның адамысың бе емессің бе, бір тиын айту, дінге қатысың. Сондықтан Қазақстанда ең жақсы крест асып жүрсеңдер, ең жақсы. Ең жақсы. Сені бір дінге байлап соттап жіберуден бұрын, осы айту, дін жағында жүрген жігіттер кез келген уақытта сен оға өздері бір жаңағы бүйтіп қарайды. Әни-мәни, түркін-сәни, ақыр-моқыр, помадыр, әш-мәш, кәкілікке құс дейді. Сақ еткізіп саған бір сектаның атын тауып соттай салады. Сондықтан Қазақстанда мысалы қаншама жігіттер соттап жүреді. Біреусін ана секта деп соттап жүреді, біреусі мына секта деп соттап жүреді. Бәрібір ол өзінің қай секта екенін де білмейді. Әйтеу билікке ұнамай қалып бітті соттайды. Сондықтан крест асып жүріңдер. Крест асып жүрсеңдер ең қауіпсіз. Енді христианның бір секталары Қазақстанда заңсыз деп сөйтіп жібере ме білмеймін, қысқасы. Білмеймін енді о жағын. Біздің ұлттық қауіпсіздіктен бәрі шығады.